Ақыры ата-анасы шарасыздықтан Айнұрды емдету үшін жындыханаға жатқызуға мәжбүр болды. Оны ақ жаймамен қымтап, көз жасын төгіп, ауруханаға алып барған сәттері әкесінің жүрегін тілім-тілім етті. Анасы Айнұрдың қолын жібергісі келмей, көз жасын тия алмай егілді. «Қызым, бәрі жақсы болады. Сен жазыласың. Біз сені күтеміз», деп жұбатса да, Айнұрдың жанарында өмірдің шын нышаны байқалмады. Ақ халатты дәрігерлер оны қабылдап алған кезде де Айнұр әдетінше сыбырлап, «Мен өлтірдім», деп қайталай берді. Ауруханадағы суық қабырғалар, жат адамның жүздері Айнұрды одан бетер тұңғиыққа батырды. Ақырында дәрігерлер оған күшті тыныштандыратын дәрілер беріп, оны палатаға жатқызды. Айнұр ұзақ күндер бойы төбеге тесіліп қарап жата беретін болды. Дәрілер оның есін уақытша тұмандатқанымен, жанын күйзелтетін өкінішті ұмыттыра алмады. Кей күндері ол төсегінен тұрып, терезеге барып, алысқа көз тастап, «Арман, сен қайдасың? Мен сенің жаныңдамын», деп күбірлейтін. Мейірбикелер оған жылы сөйлеп, көңілін аулағысы келгенімен, Айнұр оларды байқамайтындай кейіп танытатын. Оның санасы өткеннің тұзағынан шыға алмады. Ата-анасы жиі келіп тұрды, бірақ Айнұр олардың келгенін де, кеткенін де аңғармайтын. Анасы оның жүдеу жүзіне қарап, «Құдай-ау, қызыма сана берші», деп көз жасын сүртіп, әр келген сайын үмітін үзбей дұға етіп қайтатын. Күндер айларға ұласты. Айнұрдың жағдайы бірде жақсарып, бірде қайта нашарлап, дертінен айыға алмады. Өкініш оны іштен жегідей жеп, санасына тыныштық бермеді. Арманның елесі әр түн сайын түсіне еніп, оны өзімен бірге алып кеткісі келетіндей күй кешетін. Айнұр енді шынайы өмір мен қиялдың арасындағы жұқа шекарада өмір сүріп жатты. Айнұр өз бақытының қадірін білмей, алдындағы асыл жарын бағаламай, басқадан жылулық іздеп, ақыры қайғы мен өкінішке батып тынды. Адам өміріндегі ең үлкен қателік қолдағы бардың қадірін білмеу, бір сәттік сезімге алдану, шынайы махаббат пен адалдықтың құнын түсінбеу, соңында орны толмас өкінішке алып келетінін Айнұр кеш түсінді. Өмір уақытша сынақ. Көп жағдайда адам қолында бар бақыттың бағасын тек оны жоғалтқан кезде ғана ұғынады. Айнұр Арманның жаны таза, жүрегі кең, азамат екенін кеш түсінді. Ол өзіне берілген өмірді бағаламады, орны толмас қателік жасады, ал өкініштің кеш келетіні белгілі. Әрбір адам өз өмірінің сәулесін сырттан іздемей, жүрегінен табуы керек. Адал жардың қадірін біліп, бір-біріне сенім артып, шүкіршілік ету нағыз бақыттың кілті. Айнұрдың оқиғасы өзгелерге сабақ болсын. Сезімге беріліп, өткінші қызыққа алданбай, өмірдегі ең қымбат құндылық отбасылық береке мен адалдық екенін түсінген жөн. Бақыт өзгенің қолында емес, өз жүрегімізде екенін ұмытпайық.